Men özümdүng parolümdü жаздым. Ошол жерге пароль жазып жаңагы почтага келгенден кийин пароль жазасыздар. Сөйтүп войти деп киресиздер. Сөйтүп ошол жерден продолжить деп войти деп киргенден кийин мына приложение ашат. Эndi ошол жерден баардык кинону көрүүгө болот. Каалаган мисалы үчүн кандай кино көрөбүз? Игра престоловду көргүңүз келсе, Игра престоловго басасыз. Сөйтүп ошол жерден кандай неде көргүңүз келет? Мисалы дубляжда көргүңүз келеби? HTVSK студияда көргүңүз келеби? Мисалы үчүн мен дубляжда көргүм келсе, дубляжды басам. Сөйтүп ошол жерде сезон 1, 2, 3, 4 кайсы сезонду тандайбыз? Мисалы сезондун биринчи сериясына коебуз. Смотреть дегенди басамыз. Сөйтүп ошол жерден кандай качествода көргүңүз келет? 480де көргүм келет мисалы. 480 басам. Ошо кинону көрүүгө болот. Кино башталды. Ассаламу алейкум. Жалпы кино көретін, онлайн кино көретін приложениені қалай табуға болады? Қазір көрсетем. Қандай приложение екенін көрсетем. Ол үшін Google Play-ге кіреміз бірінші. Содан кейін осы жерге Google Play-ге APK installer деп жазамыз. APK installer. Осы жерден мынау загрузканың суреті тұрған APK installer басып аламыз. Осын басып аламыз. Установить етіп алғаннан кейін Chrome'ға кіреміз. Chrome'ға кіреміз да, осы жерден жазамыз. Скачать HTVSK деп жазамыз. Скачать HTVSK деп жазамыз. Осы жерден на Telegram'ға кіреміз. HTVSK неофициальное приложение деген Telegram'ға кіреміз. Сөйтіп осы жерден приложениені установить етіп аламыз. Соңғы версиясын установить етіп аламыз. 9.15 APK деген. Осыны установить етіп аламыз. HTVSK деген приложение тартып аласыздар. Тартылады Telegram'нан. Сөйтіп осыған кіресіздер. Кірген кезде зарегистрируйтесь деп сообщение шығады. Осы жерге регистрация жасайсыздар. Осы жерден отправьте любое письмо на почту дегенге, осы жерге открыть почту деп жаңа почта эмейлға жазып жібересіздер. Новые письма дейсіздер. Сөйтіп осы жерге темасын жазып, мысалы маған мне нужен аккаунт деп жазасыздар. Сөйтіп бұл жазғаннан кейін сізге автоматически түрде сообщение келеді. Міне маған сообщение келді. Нужен аккаунт десеңіз, міне сообщение келеді. Осы сообщение мысалы астында несі болады? Жаңа сіздің логиніңіз бен пароліңіз болады. Логин деген мынау көрініп тұрған шығар. Логин мен пароль болады. Осы жерден соны жазып алып, установить етіп аласыздар. Оны қай жерге жазамыз десеңіздер, міне мына жерге міне регистрация имя пользователя дегенге, пароль дегенге жазып, осы жерге жазасыздар.